Сәлем достар, сіздермен сымбат, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін жұмсақ әрі тойымды пирожки жасайтын боламыз. Керек ингредиенттер описаниеда жазулы. Ендеше бастайық. Ыдысымызға 1 кружка жылы сүт құямыз, 1 кружка жылы су құямыз, біраз қасық ашытқы саламыз, біраз қасық тұз саламыз, біраз қасық қант саламыз, венчикпен араластырамыз. Жарты кесе сұйық май құямыз, араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, қамыр илейтін боламыз. Бетін жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Қамыр ашығанша салмасын дайындап аламыз. 5 картоп пісіріп алып, ыдысымызда езетін боламыз. Бір бума көк пияз турап алып қосамыз. Араластырып аламыз. Татымына қарай тұз салып, тағы да араластыратын боламыз. Ашыған қамырымызды дөңгелектейтін боламыз. Көтерілгенше 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырды қолмен жайып, салмасын салып, түйеміз. Дайын болған пирожкиді табаға салып, бетіне жұмыртқа жағамыз да 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Өте жұмсақ әрі тойымды болып шығады. Жасап көріңіздер. Кеңес берем. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.